Құланбай мен Боранбай екеуі бір туады жігіттер. Мына наймандар бұлар. Құланбай бай. 9000 жылқысы бар. Құланбай ма? Жоқ, найман. Наймандар бұлар. 9000 жылқысы бар Құланбайдың. А Боранбай би. Атбегі, сыншы. Атбегі мен сыншының арасы екеуі жер мен көктей, жігіттер біліп алыңдар оны. Атбегі сыншы дейді. Алла тағала Боранбайға бүкіл өнерді үйіп төгіп бере салған ғой. Өнер бере салған. Сонда Құланбайға хат жазды дейді. Боранбай ағасына. Биіктік өзімдей болсын дейді. Биік қой. Ағасы биік қой. Биіктік өзімдей болсын дейді. Местігі өзімдей болсын дейді. Желігенде екпінен желесі аяны Қазыбектің сөзіндей болсын. Құлағы қамыстай болсын, ерні талыстай болсын. Екі көзі ботаның көзіндей, шекесінің арасы қарыстай болсын дейді. Қабағы бүркіттің қабағындай, шықшықты бураның сағағындай болсын. Жылқыңыздың ішінен осындай тай табылса, үкіме менің қойған талабындай болсын дейді. Не қалды? Жануардың жалы жебектей, қасқа түсі күректей болсын дейді. Керемете. Тұяғы денесі шымыр болсын, тұяғы жұмыр болсын. Қуғанды құтқармайтындай қайтпас тұғыр болсын дейді. Қуады ғой, ана перезге дейін жетпеу керек. Қақ тастайды ғой. Денесі шымыр болсын, тұяғы жұмыр болсын дейді. Қуғанды құтқармайтындай қайтпас тұғыр болсын дейді. Көрдің бе? Құйрығы төгіліп тұрсын дейді. Талданып сөгіліп тұрсын. Самсаған қол ұшында тұрпаты ерекше бөлініп тұрсын дейді. Тілерсегі төмен дейді, тілерсегі төмен. Разбал схождениен айтып тұр ма, жігіттер? Тілерсегі төмен дейді. Екі бұты алшақ келіп, артынан қарағанда төс сүйегі көрініп тұрсын дейді ғой. Бәттір қалып келеді. Бұны әйелдер жіберші қандай? 12 қабат кигіз үйдің ішінде бүкіл найманның мықтылары жиналып отыр ғой. Үн жоқ дейді. Үн жоқ, жігіттер. Сонда Құланбай айтады, ешін найманнан мынандай ат шықпады ма дейді. Мынаның жартысы келе ма дейді, жартысы бар ма дейді. Ай, Боранбай ай, айтасың ау дейді. Үн жоқ. Сол кезде Өсербай кіріп келеді ғой. Өсербай Құланбайдың бас жылқышысы. 9000 жылқының ішінен ол қай құлынның, қай биенің құлын тастап кеткенін нешен біледі. Ершон, Ерок, сен екі жылқының ішінен білмейсің сен. Ол 9000 жылқының ішінен анау құлындағы сақауына шейін, құнандағы тісеуіне шейін біледі ол. 9000 жылқы деген бір ауданның көлемі. Жүгіртіп жібереді ғой Өсербай. Бар дейді. Бар дейді. Әкесі қазақтың қағанаты, шешесі түркменнің теке жауынтігі дейді. Биыл тайдан құнанға шығайын деп тұр дейді. Әлі енесін еміп жүр дейді. Бар ма дейді? Бар дейді. Егер де менің осы айтқан сөзім дәл болмаса дейді, мен енді құр ұстамаймын қолыма дейді. Сөзді қараңдар жігіттер. Мен егер де мына Боранбайдың айтып тұрған үкіміне дейді, менің дейді мынау тайым дейді, сәйкес келмесе дейді, мен енді құр ұстамаймын дейді. Ал Өсербай ол Қамбар атаның жетік білетін, талай асаудың алмасын қаққан ат пе еді ол. Ол екі сөйлемейді. Алып кел дейді ғой, алып кел дейді. Сонда әкеле атқан кезде Боранбайлар, Қабанбайлар тақалып қалады ғой ауылға. Сол кезде Боранбай бірден атқа түседі ғой. Бірден атқа түсіп, ай деп. Аттың жанына жетіп кеп, секіріп түсіп, айналып жүр. Өзі ғой дейді. Аты қалай аталады аты депті. Ардемген депті. Ардемген деген ат жараспайды. Ол бойдақтардың қызғырғынға мінетін аты. Батырға жараспайды. Қуас болсын дейді. Содан атанған, не? Қуас? Содан керемете. Мұны әңгіме.